Біраз әскери шенінің қызметі қыл үстінде. Қорғаныс министрі әуе қорғанысы күштерінің қолбасшысы қызметінен босатуға өтініш берген. Ол генерал-майор Нұртас Қабақов. Ал оның тәрбиесі жөніндегі орынбасары полковник Талғат Сыздықовты атқаратын қызметіне сай емес деді. Бүгін аттестаттау комиссиясының отырысы өтіп, әскердегі әлімжеттік мәселесі көтерілген. Жиында Руслан Жақсылықов генералдарға шүйлігіп әскери шенділерді сынады. Жоғары лауазымға қол жеткізіп алған соң босаңсып қалдыңдар ма? Дегендеріңе қол жеткіздіңіздер. Болды ма? Қоғам бізден нені талап етеді? Біріншіден жастардың өмірін сақтап қалу. Сендер алдымен қол астындағы адамдардың өміріне жауаптысыңдар. Олардың жұмыс істеуіне барлық жағдайды жасау керексіңдер. Соңғы 3 жылда Қазақстанда 270 әскери қызметкер көз жұмған, ал соңғы 4 жылда әскерде 86 суицид тіркелсе, тағы 20-сы өз-өзіне қол салуға оқталған. Бұл әскери прокуратураның мәліметі. Осыған қатысты депутаттар дабыл қағып, министрден армиядағы келеңсіздіктің алдын алу шараларын қабылдауды талап етті.